Әлемде әр үшінші әйел сексуалдық немесе физикалық зорлық-зомбылыққа ұшырап жатыр. Біздің елімізде де бұл мәселе өршіп тұр. Қазақстанда осы прокуратураның статистикасын қарасақ, күніне 300-ге дейін өтініш түсіп жатыр. Сондықтан біз бүгін біздің әлемді өзгертетін әйелдер «Женщины, меняющие мир» подкастына арнайы қонақты шақырып отырмыз. Бұл біздің Ақмарал Абзалқызы. Бұл кісі енді осы ішкі істер министрлігінде административдік полицияда арнайы тапсырмалар бойынша аға инспектор болып жұмыс істейді. Ақмарал Абзалқызы, келгеніңізге біздің студияға көп рахмет. Ең бірінші сұрағымыз осы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы күрес шеңберінде сіз осы аға инспектор ретінде қандай мақсаттар және міндеттеріңіз бар? Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сұхбатқа шақырғандарыңызға көп рахмет. Жаңа өзіңіз айтып кеткендей, жалпы әйелдерді қорғау мәселесі, оның ішінде әйелдерді тұрмыстық зорлық-зомбылықтан кез келген қылмыстық болсын, әкімшілік болсын, құқық бұзушылықтан, қол сұғушылықтан қорғау мәселесі қазіргі таңда өте өзекті деп айтуға болады. Бұл мәселе мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың да қазір қатаң бақылауында. Жалпы бұл мәселе бойынша ішкі істер министрлігі тарапынан да, мемлекет тарапынан да еліміз тәуелсіздік алғалы көптеген жұмыстар атқарылып, шаралар қабылданып жатыр. Жаңағы сіздің сұрағыңызға тоқталып кететін болсам, менің ішкі істер министрлігіндегі міндетім жалпы тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу бойынша барлық полиция қызметкерлерінің осы жұмысқа жауапты қызметкерлер, олар учаскелік полиция инспекторлары, барлық өңірлердегі жергілікті полиция қызметінің қызметкерлері, одан кейін әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау инспекторлары, солардың жұмысын ұйымдастыру болып табылады. Ең бірінші, ең басты міндетім. Одан кейін жалпы елімізде жаңағы айтып кеткен осы мәселеге байланысты жылдан жылға, заманға байланысты, қоғамның сұранысына байланысты заңнамалық өзгерістер енгізіліп тұрады. Сол заңнамалық өзгерістер енгізуге өзіміздің ұсынысымызды береміз. Оған да мен жауаптымын. Болып жатқан жағдайға байланысты өзіміздің тәжірибеміздегі жасалып жатқан жұмыстардың нәтижелілігіне немесе тиімсіздігіне байланысты өз ұсыныстарымызды пысықтап дайындаймыз. Тағы да енді көптеген міндеттер жатады, әрине ішкі істер министрлігінің құзыретіне жататын көптеген міндеттерді біз әрине сол ішкі істер министрлігінің орталық аппаратындағы жауапты қызметкерлер орындаймыз. Соның ішінде енді тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты жалпы соның профилактикасына, алдын алуға, болдырмауға, жолын кесуге қатысты көптеген міндеттер бізге жүктелген. Яғни мен қызмет ететін әкімшілік полиция комитетіне, оның ішінде профилактикалық қызмет басқармасына жүктелген. Сол профилактикалық қызмет басқармасының ішінде менің блогым тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасы. Одан кейін өздеріңіз білесіздер, біздің елімізде 1999 жылдан бастап әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау бөлімшесі қызмет етеді. Сол әйелдерді қорғау бөлімшесінің жұмысын ұйымдастыру да біздің міндетімізге жатады. Ақмарал Абзалқызы, сіз жаңа осы айтып жатсыз ғой, осы профилактика жұмысымен біз айналысамыз деп. Негізінен көп жұмыстар жасалып жатыр. Неге бұл мәселе біздің қазір соңғы кезде өршіп кетті? Көп резонансты істер шығып жатыр. Күннен күнге, күн сайын бір жаңалықты ашып қалсаң, біреуді өлтірді, біреуді осылай насилие болды, осылай деп оқисың, түршігесің. Неге осылай өршіп тұр бұл мәселе? Бұл жалпы соңғы кезде көбейіп кетті деп айтып жатады. Барлық бұқаралық ақпарат құралдары да, қоғам да сондай пікірде. Осы мәселемен үкіметтік емес ұйым ретінде айналысып жүрген сіздердің өздеріңіз осындай пікірдесіздер. Мен бұны ұзақ жылдық тәжірибесі бар тәжірибелі қызметкер ретінде былай дер едім.
соңғы кездері бұл мәселе көбейіп кеткен жоқ. Егер де біз статистикалық мәліметтерге сүйенетін болсақ, соңғы 10 жылмен салыстырғанда біршама азайған, тұрмыстық зорлық зомбылық фактілері азайған. Ол әрине біздің жасап жатқан, қабылдап жатқан шаралардың нәтижесінде деп айтуға болады. Ал енді көбейіп кетті дейтін себебіміз, барлық қоғамның сондай пікірде болуының себебі, қазіргі таңда жалпы ақпараттың бұрынғыға қарағанда дамығандығы, әлеуметтік желілердің дамығандығы және интернеттің жалпы бұрын, осыдан 10 жыл бұрын дәл осындай интернеттің мүмкіншілігі болған жоқ, иә. Бізде әлеуметтік желілердің дәл бұндай мүмкіншілігі болған жоқ. Содан деп ойлаймын. Сондықтан кез келген бір орын алған фактыны әлеуметтік желіге салғаннан кейін ол резонансқа айналады. Әрине, ол резонанстық істер қоғамда сондай дау туғызатыны, адамдардың жаңағындай даурығуын туғызатыны ол белгілі. Иә. Енді ол қалай айтсақ екен, қылмыстық іс болғаннан кейін, жаңағы зорлық зомбылық болғаннан кейін қоғамның оған жаңағындай өздерінің недовольствосын таныту, ол енді ол дұрыс деп ойлаймын. Ал былай қарағанда, мысалға, қылмыстардың өзінің статистикасына келетін болсақ, сіздерге айтып кетейін. Мысалға, осыдан 5 жыл бұрын, 1 жылдың ішінде 1000-жарымға дейін қылмыстар жасалатын болса, отбасылық тұрмыстық қатынастар саласында 23 жылдың қорытындысы бойынша 923 қылмыс тіркелді. Сондықтан біз енді көбейді деп айта алмаймын. Көбейді деп айта алмаймын. Бұл жерде мен сізбен шын айту керек, келіспеймін. Өйткені неге, бұл енді тұрмыстық, отбасылық зорлық зомбылық бұл латентный дейді ғой. Бұны енді көбі бере бермейді мысалға. Кейбіреу айтады, жарайды, шыдаймын, бермеймін, бұл ұят болады деген сияқты. Бұл енді адам қашан береді, әйелдер өздерінің өтініштерін. Түбі жеткенше, әбден сені ұрып, соғып, өлтіруге дейін жеткен кезде, сол кезде ғана әйелдер береді ғой өтінішті. Ал одан басқа болып жатқан зорлық зомбылықтың саны 4-5 есе, 10 есеге дейін көп болуы мүмкін, егер былай эксперттік бір сараптама берсек. Және де менің ойымша қазір неге көбейіп жатыр? Өйткені әйелдер өз құқықтарын біліп, осылай хабарласу керек екен. Өйткені біз қоғамда осы мәселені көтеріп айтып жатырмыз ғой. Бір жағынан менің ойымша сана сезімдер өзгеріп жатыр. Сондықтан да осы саны көбейіп жатыр деп ойлаймын өтініш берушілердің. Өйткені бұрында шыдап жүрген, жарайды шыдаймыз, ұят болады, анау мынау деген сияқтышы. Ал қазір әйелдер көбінесе хабарласады. Өйткені біледі, ертең көріп жатырмыз ғой енді. Өлімге шейін жетіп жатыр, инвалид болып қалады. Ал бала шағасы кімге қалады ертең? Дұрыс айтасыз, сіздің бұл пікіріңізбен мен 100%-ға келісемін. Осы ақпараттың қатты қарыштап дамуының бірден бір жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар. Жаңа қоғамды дүрліктіріп, бір резонанс іске бола, барлық адамның жанын түршіктіретін резонанстық істер, ол қоғамға өзінің зиянын тигізеді деп ойлаймын. Себебі кез келген адам соны көріп, біздің Қазақстанда күнде бір әйел өліп жатыр деп те ойлауы мүмкін. Бір ғана фактіні көріп, ол өзінің жаңағы ақпараттық жағынан адамдардың жалпы қоғамға деген ішкі істер органдарының қызметкерлеріне деген өздерінің жаңағы жағымсыз пікірлерін тудыратыны айдан анық. Ал екінші жағынан ақпараттың жаңағы дамығандығы, ақпараттың көбейгендігі, дұрыс айтасыз, жалпы әйел заты ер азаматтың жанында әлсіз болғандықтан, адамзаттың жалпы әлсіз нәзік жартысы болғандықтан, осы уақытқа дейін, дұрыс айтасыз, тек қана біздің елімізде емес, көптеген Азия елдерінде, көптеген мұсылман елдерінде әйелдер көніп жүре беретін. Осындай отбасындағы кикілжіңге, ыдыс-аяқ, біздің мысалға қазақта сөз бар ғой, ыдыс-аяқ, бір үйде ыдыс-аяқ сылдырламаса тұрмайды деген сияқты. Сондай желеулермен көніп, төзіп жүре беретін. Соңғы уақытта шын дұрыс айтасыз, өз құқықтарын білетін, өздерінің құқықтық санасы оянған, құқықтық сауаттары жетілген
жалпы азаматтар көбейді, тек қана елдер емес, жалпы халықтың соңғы 5 жылда құқықтық санасы оянды деп айтуға болады. Біздегі қылмыстардың азайғандығының да бір себебі сол. Ақпараттың көптігінен азаматтар өздерінің құқығын біліп, және соны жасайтын құқық бұзушылар құқықтық салдардың нәтижесінде өзінің жаңағы не болатынын біліп, қылмыстың азайғандығын содан деп айтуға болады. Ал бізге жүгінетін, өз көмек сұрап келетін, тіптен бізде 2020 жылдың 1 шілдесіне дейін арыз жазу бойынша ғана бізде шара қолдану болды. Оның алдында арыз жазбаса біз ешқандай шара қолдана алмайтынбыз. Соған дейін бізде арыз жазбай-ақ өздерінің жаңағындай зорлық зомбылыққа ұшырап жүргендігін айтып, тек қана кеңес сұрап келіп, сіздерден ешкімге шара қолданып керек емес, мен сіздерден кеңес алуға келдім, ары қаратай не істеуіме болады, қайда барып жүгінуіме болады, қайда барып мен бұл адамнан аз уақытқа бөлек тұрып кішкене бір ойласып есімді жиып алуға болады деген сияқты кеңес алуға келетін әйелдер жаңағы бізге жүгінетін әйелдердің санынан 2 есе көп болды. Ал қазір бізге дәл солай кеңес алуға келсе де, біз бірден оны уже зорлық зомбылық фактісі орын алды деп тіркеп, құқық бұзушыны жауапкершілікке тартамыз. Ал оған дейін бізге келіп түскен арыздардың өзінің 60%-дан астамына біз ешқандай шара қолдана алмай келдік 2020 жылдың 1 шілдесіне дейін. Біздің полицияның құқық бұзушылардың алдында қолы байлаулы болды. Енді қазір 23 жылдың 1 шілдесінен бастап біз құқық бұзушылықтың жасалу фактісі бойынша іс қозғауды жүргізіп жатырмыз. Ол өзінің өте жақсы нәтижесін беріп жатыр. Қазіргі уақытта жарты жылдың қорытындысы бойынша айтуға болады, тіптен құқық бұзушылардың өздерінің де құқықтық санасы оянғандығын. Себебі оның алдында бізде қайталау фактілері, мысалға орын алған құқық бұзушылықтардың 40% қайталанатын. Ал жарты жылдың қорытындысы бойынша қайталану 12%-ға төмендеді. Ал енді Ақмарал Абзалқызы, осы біз заң туралы айтып жатырмыз ғой, заңды қатайту керек деп. Заңды осы 2023-те қатайтты, енді частично дейді ғой. Бірақ та президенттің осы жолдамасында, осы жақында Егемен Қазақстан газетіне де интервью беріп жатыр ғой, сол жерде тағы да осы заңды қатайту, осы мәселені қолға алу деп айтып жатыр ғой. Өйткені бұл әлеуметтік желіде, қоғамда бәрін осы қоғамның сұранысы болып отыр ғой, бұл босқадан босқа ол шықпайды ғой. Сондықтан осы қалай ойлайсыз, тек қана заңды қатайтып біз осы мәселені шеше аламыз ба? Және де тағы да қандай профилактикалық алдын алу мәселелері бойынша не істеу керек? Мен бұл жерде мемлекеттік органның қызметкері ретінде беріп отырмын ғой, бірақ мемлекеттік органның пікірі емес, менің өзімнің жеке пікірім ретінде айтып кетейінші осы жердегі өз пікірімді. Біз тұрмыстық зорлық зомбылық фактілерін қылмыстандырып, оның жаңағы азаюына ықпал ете алмаймыз. Өзім жаңағы осы саладағы ұзақ жылдан бергі тәжірибесі бар, практик ретінде айта аламын. Неге олай ойлайсыз? Олай деп ойлайтын себебім, ол жерде бірінші кезекте біз олардың себептерін білеміз, біз бүкіл болған, орын алған қылмыстар болсын, құқық бұзушылықтар болсын, бізге келіп түсетін күнделікті хабарламалардың бәріне сараптама жасаймыз. Ол құқық бұзушылықтың, жаңа зорлық зомбылықтың орын алуына не себеп болды деп. Енді өткенде өздеріңіз білесіздер, қараша айында бүкіл қоғамды дүрліктірген танымал адамның өзінің әйелін өлтіру фактісі бойынша барлық бұқаралық ақпарат құралдары да, әлеуметтік желілер де, қоғам белсенділері де шулады. Тұрмыстық зорлық зомбылықты әлеуметтік жетіспеушілікке байланысты дейтін еді. Бұл жерде осылай бұлай емес екен. Тіптен әлеуметтік жағдайлары жақсы, тіптен өте жақсы адамдардың өзі осыны жасайды екен деген пікірлер көбейді. Енді бізге келіп түсетін хабарламалардың 70%-ы әлеуметтік жағдайға байланысты екені ол айдан анық. Себебі ол отбасында жетіспеушіліктен кейін ұрыс-керіс орын алады. Ол отбасында жетіспеушілікке шыдамаған ер азаматтың психологиялық әлсіздігінен ішімдік ішуге салынады. Сол ішімдікті асыра ішудің кесірінен ол келіп өзінен әлсіз адамға әлімжеттік көрсетеді. Одан кейін сол жетіспеушіліктен ол лудоманияға тәуелді болады. Бұл енді әлеуметтік социалдық проблема деп отырсыз ғой. Сондықтан бірінші кезекте біз әлеуметтік
проблемаларды шешкен уақытта екінші кезекте жалпы біз отбасылық құндылықтарды арттырып, ұлттық құндылықтарды арттырып, балаларға ең кішкентай кезінен балабақшадан бастап тәрбиеге жіті көңіл бөліп, жалпы отбасы, бұл жерде айтуға болады адамдардың бір-біріне деген психологиялық тұрақсыздықтарынан кейін жаңағы отбасылық құндылықтардың жетіспеушілігінен де болатын факторлар өте көп. Сондықтан біз сол ұлттық құндылықтарымызды жетілдіріп, отбасылық құндылықтарымызды жетілдіріп, тәрбиеге жіті көңіл бөліп, әлеуметтік проблемаларды шешіп, одан кейін тағы бір айтатын мәселе, жалпы осы отбасында зорлық-зомбылық жасаушы құқық бұзушылармен де және оның құрбандарымен де бірлесіп әрекет ететін бірден бір әлеуметтік институт қазіргі таңда тек полиция ғана деп мен ұялмай айта аламын. Тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасы туралы заңда осы тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасының субъектілері деген жерде бірнеше мемлекеттік орган бар. Олар денсаулық сақтау органдары, әлеуметтік органдар, білім беру саласының органдары. Бірақ мардымды бізбен бірлесіп жұмыс істеп жатқан бүгінгі күні мемлекеттік органдардың жұмыстары енді ғана көрініп жатыр бізге. Бұрын бұл мәселе тек қана полицияға ғана тиесілі деп, тіптен қоғам да солай ойлайды, полицияға ғана тиесілі деп. Мысалға, білім беру ұйымдары, мектептер, балабақшалар, колледждар, жоғарғы оқу орындары өз салаларында осы тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу бойынша өз міндеттерін жасаса, денсаулық сақтау органдары өз міндеттерін, әлеуметтік органдар мысалға жұмыссыздықты дұрыстап, мысалға бір аудан деге, бір ауылдың өзінде жұмыссыз адам үйінде жұмысы жоқ, ақша жетіспейді, ол не істейді, арақ ішеді, одан кейін жаңағы зорлық-зомбылықты жасайды. Сол адаммен жеке әлеуметтік органдар жұмыс жасаса, одан кейін жалпы әкімшілік бар ғой, енді әрбір жергілікті жерде әкімдік бар ғой, ол әкімдікте өздеріңіз білесіздер, көптеген қоғамдық ұйымдар бар. Мысалы, ақсақалдар кеңесі, әкелер қоғамы, аналар қоғамы, көптеген комиссиялар бар. Солардың барлығы бірлесіп отбасындағы мәселені шешу үшін жұмыстар атқарған кезде, сонда біз нәтижесін көре аламыз деп ойлаймын. Сондықтан мысалға жаңағы қазір лудомания біздің қоғамның үлкен дертіне айналды. Оған да барып жатқан адамдар тегіннен тегін барып жатқан жоқ. Жаңағы жетіспеушілікке байланысты бізде көп қылмыстар кредитқа кіріп кетіп, сол кредиттарын төлей алмай, одан кейін жаңағы бар ғой, микро қаржы. Сол жерлерден барып кредитқа кіріп кетіп, одан кейін еш жерден тіптен жұмысқа тұра алмай, уже барлық несі жабық, счеттар, есеп счеттары жабық, жұмысқа тұра алмай, соның салдарынан не істерін білмегендіктен, жаңағы психологиялық әлсіздігінің салдарынан отбасында күнде кикілжің орнатып, ең соңында отбасында бірін-бірі немесе әйелі әбден шыдамы таусылғандықтан күйеуін өлтіреді, немесе күйеуі әйелін өлтірген жағдайлар. Тіпті енді бұл жерде тұрмыстық зорлық-зомбылық тек қана күйеуі мен әйелдің арасындағы қарым-қатынас емес, барлық отбасының мүшелерінің арасындағы қарым-қатынас. Мысалға, ағайынды жігіттер, әкесі баласын, олардың бәрінде де біз әлеуметтік зерттеуді жасаған кезінде көбінесе осы ішімдік және жетіспеушілік, жаңағы несиеге тәуелділік, лудомания, содан кейін барып қана қалған факторлар. Сондықтан осы мәселелер шешілген кезде біздің дәл қазір жасап жатқан шараларымыздың өзі нәтижесін береді деп ойлаймын. Бар арасында жаңағы танымал кісі сияқты барлығы жетісіп тұрса да өзінің жаңағы қатыгездігімен жасайтын қылмыстарда ондайлар да бар. Оларды біз қасірет деп айтуға болады. Мысалға, олардың психикасының дұрыс еместігінен деп ойлаймын. Мысалға, әлеуметтік желіден өздеріңіз де көрген шығарсыздар, ол екі жұптың алдында қандай араларында махаббат болғанын, сондай өзінің сүйіп қосылған сүйіктісіне дәл сондай жауыздықпен, сондай қатыгездікпен қылмысты жасап өлтіру, оны одан кейін жасырғысы келудің өзі ол психиканың дұрыс еместігі деп ойлаймын. Сондықтан бізде сондай адамдардың психикасын дұрыстаумен де айналысатын жұмыстар жасалған кезде біз қылмыстандырмай-ақ та өз нәтижесіне жете аламыз деп ойлаймын. Бұл енді өте күрделі мәселе ғой негізінен. Барлық құзыретті органдар
сол органдардың мысалы жаңа айтып жатсыз ғой, барлық министерстволар, бәрінің жұмысы бір координацияда болу керек. Өйткені тек қана жалғыз сол ішкі істер мемлекеттік министрлігі органдардың ғана істесе, бұл мәселе әрине шешілмейді. үйлестіретін орган жоқ бізде бүгінгі күні. Соны үйлестіретін, координация жасайтын бір жақсы орган керек болып тұр ғой. Жақсы түсінікті. Сіз осы отбасылық зорлық зомбылық мәселесі бойынша қандай сіз осы жұмысыңызда қандай проблемаларға тап боласыз? Күнделікті мысалы проблемаларды айтып кетсек. Күнделікті енді біздің орталық аппараттағы жұмысымыз енді жаңа ғана айтып кеткендей ұйымдастыру, қаржы мәселесі мысалы жеткілікті ма, адам мәселесі жеткілікті ма, сіздерге психологиялық тренингтер өткізе ма, соның бәрін айтып кетсеңіз, қандай сіздерде проблемалар бар? Бізде енді жалпы тұрмыстық зорлық зомбылықтың профилактикасына кейбіреулер ойлайды, ол жерде өте қатты қаражатты қажет етпейді, оның профилактикасымен жай адамдар ғана айналысуға болады деген сияқты. Бұл жерде көп қаражатты қажет етеді деп ойлаймын. Қазіргі таңда өзіңіз білесіз, әйелдер мен балалардың құқығын қорғау саласындағы заңнамалардың бәріне өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы мәжілісте қаралып жатыр. Сол заңнаманың шеңберінде осы мәселелердің барлығы бар. Біз де өз тарапымыздан ұсыныстарымызды бергенбіз, қаржыландыруға байланысты, үкіметтік емес ұйымдарды қаржыландыруға байланысты, ақпараттандыруды қаржыландыруға байланысты. Олардың барлығы бар. Енді ол қазір заң жобасы қаралып, ол өзі заңды күшіне енген кезінде бұл мәселенің барлығы шешіледі деп ойлаймын. Ал қазіргі таңдағы қолданыстағы біздің нормативтік нелерге, құжаттарға байланысты, қолданыстағы заңнамаларға байланысты бізде қаржының жетіспеушілігі бар. Оны мысалға біз өз тарапымыздан үлкен отандық телеарналардан көрсететін осы тұрмыстық зорлық зомбылықтың профилактикасына байланысты бейнероликтердің бір сценарийларын жазып қойдық, Енді ол жерде мысалға қазір бар ғой, отандық арналардан телесериалдар, көптеген бағдарламалар көрсетіп жатады да, ортасында бағдарлама неге үзіледі жарнамаға. Сол жарнамалардың орнына жаңағы шамалы 40 секундтық болса да, бізге 40 секундтық деп бізге өздерінің форматтарын берді, шектеулер де бар екен. Біз сол 40 секундтың өзіне сыйғызып, отбасылық құндылықтар тұруға байланысты, жалпы ұлттық құндылықтар тұруға байланысты, және қайдан көмек алуға болады, заң бойынша қайда жүгінуге болады, жалпы отбасы мүшелері бір-бірлерін сыйлау, құрметтеуге байланысты әртүрлі біз көптеген сценарийлер жазып қойдық, оны жүзеге асыру қаражаттың жетіспеушілігіне байланысты. Мен бұл жерде айтып кетейін, осы мүмкін болмай жатыр. Ақмарал Абзалқызы, мен осы айтып кетейін, осы сіз жаңа роликтер, сценарий дайындап қойдық деп айтып жатсыз ғой. Мен өзім 1-2 роликті көрдім. Шын айту керек, өте төмен деңгейде жасалған. Менің ойымша бұндай роликтерді бұл профессионалдар жасау керек. Аудандардың жасап жатқан, өздері үшін жасап жатқан нелер ғой роликтер. Менің ойымша профессионалдар, және де бізде министерство бар ғой, культура, информация деген. Сол министерство арнайы тапсырыс бойынша профессионалды жасамаса, мысалға өздерінің жасаған роликтердің... Болып жатқан роликтерді айтып отқан жоқпын мен. Ол сценарий бізде, біз сценарийді біз жазған жоқпыз. Олар өздері әрбір аудан полиция бөлімдері, қалалық полиция барлығы өздері бір белгілі бір профилактикалық шараларды өткізетін кезде өздері үшін, өздерінің аудандары үшін, өздерінің қалалары үшін қолдан келгенше жасап жатыр ғой. Кәсіби тұрғыда жасалған видеоролик жоқ болғаннан кейін амалсыздан өздері мобилографтармен өз беттерінше түсіріп, жаңағы ұялы телефонға түсіріп, өздері үшін жасаған видеороликтары олар өздерінің әлеуметтік желілеріне салып жатады. Әйтеуір одан да кішкене де болса бір нәтижелер болып жатады. Бұл жерде жоқ, менің ойымша қазіретті органдарға, осы алтын сырға құлақтарына, өйткені сондай роликтер бізге керек, қоғамда сұраныс бар, бірақ та соны жоғарғы деңгейде профессионал жасаса деген ұсыныс қой. Өйткені бұны енді кәсіби тұрғыда жасау үшін жазылған сценарий бізде, біз кәсіби командамен де не істедік, келістік, жаңағы видеороликті түсіруге байланысты режиссер, бүкіл сценарист барлығымен, олармен де келісім жасап, олардың даже бізге берген жаңағы бағалау ұсыныстары бар ғой, ценовой предложение, оларын да алдық. Бірақ біздің өзіміздің ішкі істер министрлігінің тарапынан дәл ондай қаржыландыратын бізде қарастырылмаған. Енді біз ақпаратты өткен жылдың аяғында
қалай еді, мәдениет және ақпарат министрлігіне де өз мәдениет. ұсынысымызды бердік. Осы 24 жылға бөлінген қаржы деңгейінде қарастырамыз деген жауап алдық. Сондықтан алдағы уақытта бұны біз жүзеге асырамыз деп ойлаймын. Бірақ осы уақытқа дейінгі мәселелерді айтып жатырмын да мен. Біздің жаңағы біздер жұмысымызда кездесетін, мысалға жаңа сіз айтып жатсыз, адам жетіспейді ма деген сияқты. Шынында да бізде қызметкерлердің жаңа әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау бөлімшелері деп айттым ғой, ол 99 жылы құрылғаннан 2021 жылға дейін біздің Қазақстан еліміз бойынша 120-130 сондай ғана қызметкер болды. Оның өзінде әрбір ауданда болған жоқ, үлкен қалаларда және облыс орталықтарында ғана бір инспектордан болды. Одан кейін 2021 жылы президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың тікелей бастамасымен оны әрбір аудандық орталықтарға бір инспектордан жететін қылып 256-ға жеткіздік саны. Қазіргі таңда әрбір аудан орталығында бір әйелдер зорлық. Сол жеткілікті ма 256? Ол 256 жетпейді. Мысалға Астана қаласын алайық, 1,5 миллион халқы бар. Астана қаласында қазіргі таңда 8 инспектор бар. Ол 8 инспектор, және бұл бөлімшелерде міндетті түрде әйелдер қызмет етеді. Ол енді табиғи заңдылық, әйелдер декреттік демалысқа шығады. Декреттік демалысқа кеткен кезінде ол жаңағы үлкен аудан, аумақ бос қалады. Мысалы, ол 3 жылға дейін отыруы мүмкін декреттік демалыста. Сондықтан жалпы дәл осы саланың жұмысын барлық нәтижесіне жеткізіп мардымды атқару үшін біз қазір есепті жасадық. Өзіңіз білесіз, 2023 жылдың аяғында 8 желтоқсанда президенттің жарлығы шықты. Адам құқықтары және заң үстемдігі саласындағы жоспарға сол өзінің жарлығымен қол қойды. Сол жоспардың ішінде Ішкі істер министрлігінің құрылымында тұрмыстық зорлық-зомбылықпен күрес бөлімшелерін құру деген тапсырмасы бар. Сол тапсырма бойынша қазіргі уақытта пысықтап жатырмыз. Біз еліміз бойынша 1000-ға жеткізуді жоспарлап отырмыз, жаңағы инспекторлардың санын. Сондықтан енді алдағы уақытта өз нәтижесін көрсетеді деп ойлаймын. Бұл жерде енді тек қана санын өзгертпей, сапасын да өзгеру керек. Өйткені біз енді осы жұмысқа келген инспекторларға психологиялық көмек және де инструктаж жасап, осылай тек қана әйелдермен емес, бұл жерде толық отбасымен жұмыс істеу керек қой. Еркектермен жұмыс істеу керек, абьюзерлермен қалай жұмыс істеу керек, балалармен қалай жұмыс істеу керек деген сияқты үлкен бұл күрделі мәселе ғой. Сондықтан ол кісілер тек қана алып қоймай, оларды енді профессионалды дайындау керек деген сияқты мәселе бар ғой. Тұрақты түрде жалпы тек қана бұл зорлық-зомбылық профилактикасымен айналысатын қызметкерлер емес, жалпы ішкі істер органдарының қызметкерлерін тұрақты түрде жаңағы біліктіліктерін арттырумен айналысады Ішкі істер министрлігі. Онымен біздің ведомстволық оқу орындары бар. Енді тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасына байланысты айтатын болсам, Ақтөбе заң институтында 2021 жылы арнайы тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасымен айналысатын қызметкерлерді қайта даярлау орталығы ашылды. Үлкен орталық 21 жылдан бастап. Қазіргі таңда айына 30 қызметкерді бір жылдың ішінде 200-ден астам қызметкерді қайта даярлап жатыр. Олар учаскелік инспекторлар, кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі инспекторлар және әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау инспекторлары. Ай сайын бір потоктан оқып тұрады. Мысалға 30 күн оқып келесі поток кетеді. Әрбір өңірден міндетті түрде мысалға біліктіліктен өтпеген адам, мысалға 3 жыл бойына біліктіліктен өтпеген қызметкерді міндетті түрде өңірлер жібереді. Онымен қоса бізді үкіметтік емес ұйымдардың өздерінің жаңағы тренингтарына шақырып, әйелдер зорлық-зомбылықтан қорғау инспекторларында, учаскелік полиция инспекторларына, кәмелетке толмаған ісі жөніндегі инспекторларды да оқытып тұрады. Тағы халықаралық ұйымдар бізбен бірге ұзақ жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан Біріккен ұлттар ұйымының ООН женщины деген құрылымы бар. Олар жылына 2-3 үлкен семинар тренинг өткізеді. Астана қаласында, Алматы қаласында барлық өңірлердегі инспекторларды өз қаражаттарымен шақырып, 3 күнге, 4 күнге өздері осында тұруы, жолдары, жалпы барлық командир сапар шығындарын өздері өтеп,
сертификат береді, және олар бізден шетелден мамандар тартып, жаңағы шетелдік мамандар өздерінің халықаралық тәжірибелерімен бөлісіп және халықаралық стандарттарға байланысты оқытады біздің қызметкерлерді. Енді ол жалпы оқытуға байланысты қазіргі уақытта ол мәселе жоқ деп айта аламын. Егер ертең біздің қызметкерлер тағайындалған күннің өзінде 1000 қызметкерді біз бірден халықаралық ұйымдарға сұраныстар беріп, бізде қазір өте көп қызметкерлер жаңадан тағайындалып жатыр. Әрбір өңірге барып оқытуды біз оны жоспарлап отырмыз. Әрбір өңірдің облыс орталықтарына барып, барлық аудан орталығындағы қызметкерлерді шақырып, жаңағыдай тіптен айналдырған 2-3 күндік емес, 1 айлық курстарды жасап оқытуды оны жоспарлап отырмыз. Жақсы. Осы зорлық зомбылық құрбандары бар ғой, соларға арналған арнайы программалар және де қандай жобалар жасалады, не істеліп жатыр, сол туралы айтып кетсеңіз. Жалпы бұл жерде айтып кетейінші, біздің еліміз жалпы қалыптасқан тәжірибеге сай осы уақытқа дейін тек қана құрбандарға көмектесіп келдік. Үкіметтік емес ұйымда құрбандарға көмектеседі, жәбірленушілерге, барлық мемлекеттік орган жәбірленушілерге көмектеседі, және біз де полицияда бірінші кезекте жәбірленушілерді қорғаймыз. Агрессорлармен жұмыс жасалмайды, оларға біз репрессивтік тұрғыдан ғана жазалау, оларды жаңағы қамау, қорғау нұсқамасын шығару, профилактикалық шаралар, сол репрессивтік шараларды ғана қолданып келдік. Ал енді сіздің сұрағыңызға келетін болсақ, құрбандарға көмек бойынша елімізде жаңағы айтып кеткен қаржыландыру өте жақсы деңгейге қойылған. Әлеуметтік органдардың бізде еңбек министрлігіне, кризистік орталықтар бар ғой. Еңбек министрлігіне қарайтын 19 мемлекеттік дағдарыс орталығы бар, 50 үкіметтік емес ұйымдардың дағдарыс орталығы бар. Ол дағдарыс орталықтарының барлығын үкімет жаңағы мемлекеттік грант есебінен қаржыландырады. Олардың барлығы 39-ында баспана бар. Әйелдер 6 айға дейін сонда қауіпсіз тұра алады. 5 түрлі жаңа әлеуметтік стандарт бойынша, әлеуметтік қызмет көрсету стандарты деген стандарт бар. Сол стандарт бойынша 5 түрлі әлеуметтік көмек көрсетіледі оларға. Және біздің өзіміз қорғап оларға қорғау нұсқамасын шығарамыз. 30 күнге дейін жақындауға болмайды, сөйлесуге болмайды, соңынан аңдуға болмайды, телефонын тексеруге болмайды. Жазбаларын егер соның бір шектеулердің біреуін ғана бұзатын болса, біз оны тағы әкімшілік жауапкершілікке тартамыз. 5 күнге дейін қамауға қарастырылған. Сондықтан біздің әйелдер зорлық-зомбылықтан қорғау бөлімшесінің қызметкерлері дәл сол әйелдермен жұмыс істейді. Соларға барлық құқықтық, психологиялық, мысалға құжат жағынан бір несі дұрыс емес болса, мысалға көп ондай әйелдер, мысалға ер азаматы оны экономикалық зорлық-зомбылықты жұмыс істеуге рұқсат бермейді. Жаңағы бір құжаттармен жүріп, өз бетімен бір дамуға, карточкасын алып алады, ақша бермейді деген сияқты. Тіптен пособиясының өзін алуға, жаңағы құжаттармен айналысып өзінің жүруіне де тіптен мұрша алимент төлемейді. Олар жаңағы әлеуметтік желілер арқылы біздің бөлімшелер бар екенін естіген кезде жаңағы сенім телефондарына хабарласу арқылы біздің қызметкерлерден көптеген көмек ала алатын. Мысалға тіптен жаңағы құжаттарымен айналысудың өзіне, жұмысқа орналастырудың өзіне көмектеседі. Тек қана құқықтық емес, біздің қызметкерлер оларға психологиялық та жаңағындай әлеуметтік та көмектерді көрсете алады. Сондықтан әйелдерге жасалып жатқан, жалпы жәбірленушілерге жасалып жатқан көмек мемлекет тарапынан өте жақсы деп айтуға болады. Онда агрессорлар туралы айтайықшы. Онда мысалға біз енді отбасы толық бір күрделі сондай система ғой. Әйелдерге көмектесеміз, ал бұл жерде балалар соның бәрін көреді, психологиялық мысалға оларда сондай проблемалар болады ғой. Балалармен кім айналысады және агрессорлармен қандай жұмыс жасалады? Өйткені мен өзім білем, осы Астана қаласында, Сарыарқа ауданында біз пилотты проект жасадық қой, осы агрессорлармен жұмыс істеу деген. Мен өзім осы мәселемен көп жылдан бері айналысып келе жатырмын ғой. Біз енді Альянс Қазақстанның әйелдер күштері альянсы бойынша көптеген осы зорлық-зомбылық бойынша жұмыс істеп келе жатырмыз. Осы менің ұсынысым бойынша осы пилоттық проект жасадық агрессорлармен Сарыарқа ауданында. Бірақ та сондай жақсы нәтижелер берген жоқ осы пилотты проект. Осы агрессорлармен қандай жұмыс істеу керек, не істеліп жатыр, және де қандай болашақта жоспарлар бар, сол туралы айтсаңыз. Жаңа айтып кеттім ғой, біз қалыптасқан тәжірибеге сай агрессорларға тек репрессивтік шаралар ғана қолданып келдік деп. Біз өткен жылдан бастап халықаралық тәжірибені зерттеп,
оның ішінде өзіңіз білесіз, Иә, былтыр біз үлкен форум жасадық, барлық мемлекеттік органдар мен үкіметтік емес ұйымдарды шақырып. Ол Германияға біздің елімізден үлкен делегация барып, Тәжірибе алмасты, зерделеп, олардың тәжірибесін біздің елімізге енгізуге президент әкімшілігінің өзі шешім қабылдап бізге тапсырма берді. Біз 1 наурыздан бастап еліміздің 3 қаласына пилоттық жоба енгіздік. Алдымен 3 қаласына 1 наурыздан тамызға дейін Астана қаласы, Павлодар және Алматы қаласында. Сол тамызға дейінгі 4 айдың қорытындысы өзінің жақсы нәтижесін бергеннен, жақсы дегенде енді сәл де болса нәтиженің өзі біз үшін жетістік. Сәл де болса агрессорлармен жұмыс істеу жақсы жолға қойылғаннан кейін біз барлық Қазақстанға енгіздік. Бүкіл облыстарға, бүкіл өңірге енгіздік оны. Заң жоқ қой, мысалы біз агрессорларға психологиялық, мысалға олар соны айтайын деп жатырмын. Немене өту керек қой, бірақ та біз пилоттық жобаны біз тек қана бұл жоба ретінде ғана жасап жатырмыз да, оның нәтижесі жақсы болған жағдайда біз заңнамалық түрде енгіземіз деп. Біз оның нәтижесін басынан уже бірінші 3-4 айда көрген бетте біз өз ұсынысымызды бірден енгіздік. Агрессорларды мәжбүрлі түрде психологиялық тренингқа баруды мәжбүрлеу туралы өзіміздің ұсынысымызды енгіздік. Одан кейін агрессорлармен жұмыс жасайтын үкіметтік емес ұйымдарды қаржыландыру туралы өзіміздің ұсынысымызды енгіздік. Және агрессорларға әлеуметтік көмек көрсететін стандартты жасау туралы өзіміздің ұсынысымызды енгіздік. Ол ұсыныстардың барлығы дәл қазіргі мәжілісте қаралып жатқан заң жобасында қаралып жатыр. Ол және үкіметпен де мақұлданды, дәл біздің ұсыныстарымыз. Сондықтан алдағы уақытта біз агрессорлардың бәрін мәжбүрлеп соттың жаңағы ерекше талап орнатуы арқылы оларды мәжбүрлеп психологиялық тренингқа жібере аламыз. Ал қазіргі уақытта біз басталғаннан бері өткен жылдың 1 наурызынан бастап 15 мыңнан астам біз сауалнама жүргіздік осы Адара жобасы бойынша. Олардың ішінде 3700 риск анықталды. Риск деген жаңа 13 сұрақтың 7 сұрақтан жоғарысына я деп жауап берсе, егер жәбірленуші, онда ол отбасында қауіптілік жоғары деңгейі жоғары деген сөз. Ол отбасында тағы да қайталануы мүмкін ауыр салдар болуы мүмкін деген сөз. Сондықтан біз сол агрессорды өз еркімен психологиялық тренингтен өтуге ұсынамыз. Өз еркімен, өткен заңнамалық тұрғыдан қарастырылмаған ғой. Солай өз еркімен жаңағы 3700-дің ішінде бізде 108 ғана агрессор өз еркімен келісіп психологиялық тренингтен. Сонда қанша процент көбі өткісі келмейді ғой? Қанша процент болып отыр? Жаңағы 0,5%. 0,5% ғана. Қалғаны өткісі келмейді, тек заң жүзінде ғана біз өткізе аламыз. Сондықтан алдағы уақытта заң жобасы қабылданып, өз күшіне енген кезінде біз агрессорлармен жұмысты жақсы жолға қоя аламыз деп ойлаймын. Сондықтан олармен жұмыс жасаудың жаңағы әлеуметтік стандартында қазіргі уақытта пысықтап жатыр сол заң жобасының шеңберінде, және үкіметтік емес ұйымдарда қаржыланатын болады деп ойлаймын. Бұл жерде енді бұл мәселені егер біз қарастырсақ, агрессорлар бойынша көбінесе біз айтып жатырмыз ғой, осы көп қылмыстың өзі 70%-на шейін ол арақ ішеді, наркомания, лудомания, жұмысы жоқ деген сияқты әлеуметтік проблемалардан туындап отыр ғой. Сондықтан біз бұл мәселені енді толық қарастыру керекпіз ғой. Ол кісілер тек қана психологқа ғана жібермей, ол кісіні емдету керек, және де ол кісіге жұмыс тауып беру керек, мүмкін әлеуметтік сондай тренингтер өткізу керек, сондай бір агрессорлардың мүмкін жалпы кешенді жұмыс жасалу керек қой. Енді толық қазіргі заң жобасында енді біз ішкі істер министрлігінің тарапынан берген ұсынысымыз өзіміздің қазіргі тап болған мәселе туралы бердік, ол қазіргі заң жобасында барлық мемлекеттік органдар бар. Сондықтан әрбір орган өздерінің ұсыныстарын ұсынып, жаңағы кешенді агрессорлармен кешенді жұмыс жасайтын үлкен дайындалып жатыр сол жобаның шеңберінде. Сондықтан ол әлеуметтік органдар әрине өздерінің ұсыныстарын беріп жатыр. Бұл жерде тек қана немес, денсаулық сақтауда мысалға мен айттым ғой. Олардың психикасында кәдімгі бір үлкен ауытқу бар адамдар, жаңа қатыгездікпен жасайтын қылмысты адамдар, ешқандай әлеуметтік мәселесі болмай тұрып, ешқандай оның барлық жағдайы жақсы болып тұр. Мысалға олардың психикасымен кәдімгі маман дәрігерлер айналысу керек. Оның да жаңа заң жобасында қазіргі уақытта қарастырылып жатыр. Онда осы жақында сіздер осы зорлық-зомбылық, отбасылық зорлық-зомбылық мәселесіне нөлдік төзімділік деген брифинг өткіздіңіздер ғой. Осы брифинг туралы айтып беріңізші, сонда не туралы айттыңыздар? Нөлдік төзімділік дегеніміз не істеу керек сонда? Жалпы нөлдік төзімділік дегеніміз кез келген
адамның, кез келген қоғамның мүшесінің, біздің еліміздің кез келген азаматының кез келген құқық бұзушылыққа көз жұма қарамауы. Мысалға бізде мынандай өте бір тенденция қалыптасқан, адамдардың немқұрайлы қарауы бар ғой. Орысша айтқанда моя хата с краю дейді ғой. Құрсыншы өздерінің. Жақында мысалы Шымкентте бір резонансный болды ғой. Далада мысалға әйелін ұрып соғып жатқанда ешкім өтіп кеткен, әлеуметтік эксперименттерде жасалды. Ол әйелге көмек жасамады. Көмектеспеген. Ондай шын дұрыс айтасыз, қазір қоғамда қалыптасқан, мысалы көршілерінде де болып жатқан айқай-шуды естіп отырса да қазір өзімізден келіп жауап алып, өзімізді сорлатады деген сияқты солай адамдар көз жұма қарау бізде қалыптасқан. Енді соңғы уақытта жалпы нөлдік төзімділік қағидасы біздің заңнамаға енгізілгелі де, жалпы ол туралы айтылғалы да көп, бір соңғы 5-6 жылда айтылып келе жатыр. Біздің ішкі істер министрлігінің тарапынан көптеген жұмыстар жүргізіліп жатыр. Оның ішінде ақпараттандыруға байланысты, жаңағы азаматтарды көз жұма қарамауға шақыруға байланысты. Қазіргі таңда бұрынғыға қарағанда сәл кішкене адамдардың құқықтық санасы ояна бастағандығын айтуға болады. Біз тұрмыстық зорлық-зомбылыққа байланысты айтқан жаңа брифингте біздің айтқанымыз, жалпы азаматтарды біз осындай мәселелерге көз жұма қарамай мүлдем төзбеушілікке шақырдық. Мысалға біздің заңның өзінде жазылып тұр, тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасы туралы заңның 1 бабының 5 тармағында тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасының субъектілері мемлекеттік органдар, ұйымдар және Қазақстан Республикасының азаматтары деп жазылған. Яғни қоғамның кез келген мүшесі осы тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алуға мүдделі. Әрбір азамат жауапты деп айтуға болады. Мысалға, өздеріңіз білесіздер, соңғы уақытта жаңа резонанстарға байланысты біздің әлеуметтік желіні белсенді қолданушылар өздерінің популистік тұрғыдан пайдаланып кетті тақырыпты. Тіптен бұқаралық ақпарат құралдары өздерінің рейтингтарын көтеруге пайдаланып кетті. Жалпы әлеуметтік желіде осыны хайп ретінде пайдаланып жатқан жағдайлар өте көп. Мысалға, соның бір айғағы сол жаңа қарашада болған оқиғаға байланысты әлеуметтік желінің бәрінде, мысалға, жұмыстың көптігінен әлеуметтік желіде отырып қарайтын уақыт жоқ менде, бірақ менің өзімнің жаңағы WhatsApp желісіне маған көптеген таныстарым жіберді. Рас па, не осындай Қазақстанда жылына 400 әйел өз күйеуінің қолынан қаза таба ма, күніне бір әйелді өзінің күйеуі өлтіреді ма деген TikTok, Instagram желілеріндегі, мысалға, тіптен ашып қарасам түрлерінде танымайды екенмін. Популистер деп ойлаймын оларды. Бір осыдан бәле жыл бұрынғы бір статьядан бір оқып алып, мысалға, ол 400 деген санды қайдан алғанын да мен айта аламын. 2018-2019 жылдары Біріккен ұлттар ұйымының жасаған әлеуметтік зерттеулерінде былай деп жазылған: Қазақстанда соңғы 5 жылда 400 әйел қаза тапты деп жазылған. Ол жерде де олардың өзі қате жазған. Жалпы бас прокуратураның құқықтық статистика және арнайы есепке алудың ашық ақпарат көзінде тұрмыстық зорлық отбасылық тұрмыстық қатынастар саласында қылмыстар деп жазылып тұрады да, ішінде кісі өлтіру деп тұрады. Сол кісі өлтіруді алып алғанда әйелдер қаза тапты деп сол жерге жазған. Ал ол жерде кісі өлтірудің ішінде барлық отбасының мүшелері бар. Жаңағы ер азаматтар, ағасы мен інісі, әкесі мен баласы, тіптен қарындасы мен ағасының арасында, әйел мен әйел, апалы сіңлілердің арасында да болған қылмыстың барлығы бар оның ішінде. Мысалға, жартысынан аз әйелдер, жартысынан көбі ер азаматтар. Сондықтан сол 400 деген соңғы 5 жылдағы санның бәрін қосқанда 400 деп сол әлеуметтік зерттеулеріне алған. Бірақ ол кезде де біз өзіміз бұқаралық ақпарат құралдарына шыққанда айтып, ол кезде де біз қате екенін, бұның бәрі әйел емес екенін айтатынбыз. Бірақ сол осыдан 5-6 жыл бұрынғы жазбаларды алып алып, оның бәрі жеткіліксіз болып тұр ғой. Өйткені сіздер 400 әйел қаза табады деп айта алмайсыз. Сонда 89 әйел ме, қанша әйел? Онда статистиканы айтайықшы. Биыл 2023 жылы Астанада және Қазақстанда осы отбасылық зорлық-зомбылықтан қанша әйел қаза тапты? Астанада деп жеке айта алмаймын. Ал Қазақстанда? Жалпы Қазақстанда отбасылық зорлық-зомбылықтан 70-ке жуық әйел қаза тапты. Өткен жылмен салыстырғанда азайған. Оның алдында енді біз орта есеппен соңғы жылдардікін айтатын болсақ, жылына 80 әйел
жылына 80 отбасылық тұрмыстық қатынастар саласында. Жақсы түсінікті. қазір. Онда осы мен айтайын дегенім, осы жақында президенттің адам құқықтары және заң үстемдігі саласында осы үкім шықты ғой. Сол үкім бойынша осы административтік полицияның рөлі қандай жұмыс жасалынады? Жаңа айтып кеткенім сол, бізде отбасылық тұрмыстық зорлық зомбылықпен күресу бөлімшесін құру туралы жұмыстар пысықталып жатыр. Біз қазіргі таңда үкіметке өз ұсынысымызды енгіздік. Үкімет бізбен бірге мүдделі мемлекеттік органдар мен жергілікті атқарушы органдарға және бізге өз тапсырмасын берді. Қазір сол тапсырманы орындау бойынша жергілікті атқарушы органдармен барлық жаңағы құруға байланысты шығындардың бәрін есептеп пысықтап жатырмыз. Жақын күндері жоспарымызды біз өзіміздің жаңағы үкіметке енгіземіз. Ары қаратай ол үкіметке берген тапсырмасы ғой, президенттің. Үкімет өз шешімін қабылдайды. Және оның ішінде жаңағы айтып кеткен отбасылық тұрмыстық қатынастар саласында құқық бұзушылықтарды тағы да қатаңдату туралы тапсырма бар. Яғни қылмыстандыру туралы. Ол бойынша да біз өз ұсынысымызды енгіздік. Қазіргі таңда жеңіл дене жарақатын келтірумен ұрып соғу әкімшілік құқық бұзушылықпен қарастырылады ғой. Біз соны бірінші рет жасаған кезде әкімшілік жауапкершілікке тарту, екінші реттен ары қарай қылмыстық жауапкершілікке тартуды өз тарапымыздан ұсындық. Қазіргі таңда Әділет министрлігі заң жобасын дайындап жатыр. Ол да енді заң жобасы шеңберінде қарастырылатын болады. Бізде бір заң жобасын тек қана бір мемлекеттік орган немесе тек қана мәжіліс қарамайды. Сонымен қатар барлық мемлекеттік органдар, сонымен қатар сіздер сияқты үкіметтік емес ұйымдар, қоғам белсенділері, қоғамдық ұйымдардың бәрі бізбен бірге бірлесіп қарайды, және оны барлығы келіскен жағдайда ғана қабылданады. Сондықтан алдағы уақыт көрсетеді деп айтуға болады. Ал осы іс-шаралардың ішінде полиция қызметкерлерінің біліктілігін арттыру және оқытуға арнайы ұсыныстар берілді ме? Өйткені біз көріп жатырмыз, полиция қызметкерлерінің арасында да болып жатыр ғой осындай. Жақында осы бір облыста зомбылық болды. Білесіз ғой, полиция қызметкерінің ол басшылығының сол кезде менің ойымша полиция қызметкерлерінің өздері солай жасап жатса, онда жай адамдар не істейді? Сондықтан осы біліктілігін арттыру, оқыту және де аттестация деген мәселелер қарастырылып жатыр ма? Не істеліп жатыр? Өздеріңіз білесіздер, осы жақында біздің министр президентке өзінің баяндауында айтып кетті. Жақын арада біздің жалпы ішкі істер министрлігінде барлық полиция қызметкерлерін қайта аттестациядан өткізу жоспары бар екен. Ол ішкі істер министрлігінің жоспарында бар. Енді біздің министрдің өзінің жоспары бойынша біздің полиция қызметкерлерінің арасында дәл жаңағындай өздері құқық бұзушылық жасауға жол беретін қызметкерлердің болдырмау және оларды бізден аластату деп ойлаймын. Өйткені резонанс болып жатқан фактілер көп. Полиция қызметкерлерінің өздері құқық бұзушылық жасайтын. Бірақ мен адами тұрғыдан қарағанда полиция қызметкерлері де жай адамдар сияқты, олар да адам, олардың да отбасы бар. Бірақ полиция қызметкері болғаннан кейін Қазақстан Республикасының алдында өзінің антын бергеннен кейін бірінші кезекте заңдылықты өзі сақтауы керек. Ол өзінің антына адал емес қызметкерлер деп ойлаймын. Барлық адаммен бірдей адам болса да, олардың да сұраныс жоғары ғой, ол полиция қызметкерлеріне мысалға жай адамға қарағанда 10 есе сұраныс жоғары болу керек. Енді полиция қызметкері жасаса да, кез келген тағы басқа бір мемлекеттік органның қызметкері жасаса да, барлығына заң бірдей. Мысалға жаңағы сіз айтып жатқан полиция қызметкері бірден ішкі істер органдарынан шығарылды, және жаңағы айтады ғой, отрицательный мотивпен және тиісті шаралар қолданып жатыр. Тіптен мынандай да сұрақтар қояды. Кеше маған бір неге барғанда қойды, телеарнаға барғанда сұхбат. Полиция қызметкерлері шара қолданбаса не істеуге болады дегені. Мысалға олардың бірінші міндеті оларға келіп түскен кез келген ақпарат
бойынша, тіптен арыз шағым болмай ақ қойсын, кез келген ақпарат бойынша, кез келген көршілердің берген айғағы болсын, жаңа тұрмыстық зорлық зомбылыққа байланысты, кез келген бейне камералардан алған айғақ болсын, ол бірінші кезекте шара қолдануға міндетті. Ал шара қолданбайтын полиция қызметкерлерін кез келген азамат 102-ге қоңырау шалу арқылы және біздің ішкі істер министрлігінің өзіндік қауіпсіздік департаментінің 1402 деген сенім телефоны бар. Сол 1402-ге қоңырау шалу арқылы полиция қызметкерінің шара қолданбағандығы туралы бізге хабарлай алады. Және оларға тиісті шаралар қолданылады. Ол өзінің міндетін атқармағандығы үшін, мысалға, бұл жерде қылмысты жасыру және құқық бұзушылықты жасыру деген факті ол тіптен қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Сондықтан онымен тиісті шара қолданылады. Кез келген азамат жаңа хабарласып айтылады шара қолданбағандығы үшін. Ақмарал Абзалқызы, біздің осы бағдарламамызға келгеніңізге көп рахмет. Бұл жоба осы Қазақстанның әйел күштері альянсының жобасы, және де бізді канадалық елшілігі қолдап отыр. Көп рахмет. Мен осы биыл осы заң қабылданады, қатайтылады, және де жан жақты алдын алу профилактикалық осындай мералар қабылданады деп сенемін. Сондықтан тек қана жақсылықта, қуанышта кездесейік. Келгеніңізге көп рахмет. Сіздерге де көп рахмет.